Махаббат ертегісі 9-шы бөлім. Бүгінгі бөлім өте қызықты болады. Сәлім Жанпезаның миын айналдырып жатыр. Мені кешір, мен жаман адам емеспін, біз екеуміз қайтадан бірге тату болайық, бірге жүрейік, мен сені әкең емдетемін деп бұған сенді. Жанпеза солай екеуі келісім жасап Анталияға, Стамбулға кетпекші болады. Ал Стамбулда Sıla ол өзіне қол жұмсап ауруханада жатып, бірақ аман қалды. Әкесі шынданып жатыр. Біз қашанға мынандай қорлыққа шыдаймыз? Менің қызымның жағдайы алаңдатады. Қашан Махирге үйленеді? Осылай. Ал мында Жанпеза мен Сәлім келеді. Біз Стамбулға кететін болдық, қазір ұшаққа мінеміз дейді. Сонда Саваш ағасы таңғалып қалады. Неге тез кетесіңдер деген секілді. Осы кезде бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде Жанпезаны МРТ-ға өткізу керек деген сондай өтірік сылтаумен алып қашады. Липмен келген Жанпезаны Махир: мен сені сүйемін, мен саған үйленгім келеді, сен ана Жармистің қасында көруге жүрегім дауаламайды деген сияқты сөздермен айтып жатты. Бірақ Жанпеза оған көнер емес. Ал бұнда Селим барлығын біліп қойды. Көнбеген Жанпезаны күшпен Махир алып қашып, көлігіне отырғызды да зулап кетті. Артынан Сәлім аңдып қалды, жынданып қалды тіпті, енді ғана қыз кетіп қалған үшін. Анада айтып кеткендей, Жанпезаны ол сүймейді, бірақ мына жерде Махир сүйеді. Сенің әкең менің әкемді өлтірген үшін біз екеуміз де кінәлі емеспіз, мен сені сүйемін дейді. Ал мұнда Селим Махирдің ізінен аңдығыш қойып қойған тетік арқылы келе жатыр. Бірақ Махирдің де басы бар ғой, ол тетікті басқа адамның машинасына салып жіберген. Ал мұнда көйлекті алды, тезірек ауыстырып ал деп Махир қызды күтеді. Бірақ осы кезде телефон шалып, анасының ауруханадан кетіп қалған, басқа біреу алып кеткенін айтып жатады. Сол кезде пайдаланып Жанпеза басқа біреудің көлігіне отырып Махирден қашып кетеді. Жанармай бекетіндегі бір кісінің телефонын алып, дереу Сабаш ағасына звондайды. Сабаш аға, мені құтқар, мен мына жердемін деп айтайын деп жатқалы, Сабаш аға тез қаш, мына азғыннан, сұмырайдан қаш дейді. Махир сол кездері ашуланған Селим Сабашты еш шімірікпештен телефонын ата салады. Тіпті Жанпезаға: Сабаштың арты қайырлы болсын, жаным, енді мен сені тауып аламын дейді. Осыдан кейін Жанпеза не істерін білмейді. Сабаш аға деп айқайласа да, Сәлім еш шімірікпестен бәрібір сені тауып аламын деп жауап береді. Жүрегі қатты жылаған, ауырған Жанпеза жылап далаға шығады. Енді не істеймін дейді. Осы кезде Махир артынан келіп: сен қайда жоғалып кеттің деп айқайлап жатқан кезде Махирді құшақтап алады. Екеуі бір-біріне құшақтасып, осы кезде соңы болады. Жалғасын ертеңгі салатын боламын.